Altıncı taklit birinci gün. Altı yıl otura olsun be. Altıncı kişide avluda gelin bir gün sokuyor aşağıda. Avluda kadar oyunu asla neyse. Sayıtasın. Düzme asaraya. Onu Musti nasıl babasının Musti kaşık döküyor. Bu senin kaydadan kaçıp gitti ya otura oytusun. Және де оны ауылдың адамдары тапты, бірақ оны адамдардың ауылдан адамдардың шынымен кетіп қалды. Кетіп қалды деп ойлайды, дұрыс айтасың. Сосын асла не болады сосын? Теге ат үстінен ұстаған. Не болады? Көксері қайтып келе ма, келмей ма? Қайтып келеді, дұрыс. Яған Оны ауылдан дөйттен алып. дөйттен алып тастайды, сосын Дөйттен алып қалғанда кеткен дауыс. сосын Оны ауылдан бөле береді. көп бөле береді, дұрыс айтасың. Сосын Содан кейін ауылдан кетіп қалды. Сол себепті ауылдан кетесің. сол себепті кетті деп ойлайсың, иә? Өйткені көксеректі не болғаннан кейін бөліп тастайды? Қасқыр болғаннан кейін. Нұрдана? Көксеректі құрмаш өзі оны жоқтатпай іздеуге кіріседі. Іздеуге кіріседі, иә. Сосын Ол бір күні қоймен ол көксерек қандай болады? қашады. Жақсы, иә, отыра ғой. Қандай болады? Көксерек даланың аңы болғандықтан жабайы болып қойға шабуылдау бастайды. Жақсы, отыра ғой. Иә, ары қарай жалғастыр. Малға шапқансың. Ол Иә, отыр. Тұра. Бір күні, Көксеректің өлімі бірден аяқтап тастадың ғой. Осы жерде не алып қалып балалар? Гүлзат айтамын. бір күні әкесі ауырып қалып, Жұмашты баласының өзінің орнына қойға жібереді. Сол күні Құрмаш көксеректі құлағында еніне байқап қалып, шошып кетіп, жүрегі тоқтап, сол жерде өліп кетеді. Ал көксерек. және де ауыл адамдары Құрмаштың өлігін көріп, осы өлтірген қасқырды іздеуге шығады. Сол кезде Жақсы, сол кезде қалай іздеуге шығады? Кім айтады? Көксерек қалай іздейді? қасында оның ақ қасқа иті болды. Ол қасқадан алмайтын, бойы да сондай, түсі де сондай, тазға ұқсамайтын бір ит еді. Жақсы, отыра ғой. Не болады осы жерде? Не болады? Гауһар айтшы. Осы кезде қасқадан қасқа тіресіп қалады. Тіресе ма? Не істейді? Тіресе ма? Отыр. Не істейді? Бір-біріне төбелеседі. Иә, сөйлеседі, шайқасады. Және екеуі бір-біріне тістесіп жатқан кезде аңшылар Сөйтіп, немен аяқталады? Не болады? оны аққасқа көксеректі не істейді? өлтіреді. Құлатып, жеңеді, иә, отыра ғой. Сөйтіп, көксерек өледі, оның өлігін не істейді? Ауылға әжесіне апарады. Осы жерді кім айтады? Ернар айтшы. Оны әжесіне апарады. Бұл қасқыр көксерек емес деп ауыл адамдарына айтады. Әжесі көксеректі көріп, менің Құрмашты өлтірген осы ол саған қандай жамандық істеді. Сенің ит аяғына ұстап, сенің Құрмашты жүргізіп, Дұрыс айтасың. Дұрыс айтасың. Оқиға осылай аяқталды, иә. Бұл біздің өткен тақырыбымыз көксерек әңгімесі болады. Енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз дәптерлерді ашып жаза алыңдар. Бүгін қаңтардың 28-і үйірі тапқан көксерек. Балалар, бұл негізі сізға не деп ойлайсыңдар? Композициялық талдау, яғни бұл оқиғалар несі? Оқиғалар тауы. Композиция қалай басталады? Бірінші. Қазір балалар, мен сендерге композицияны және осы шығарманың қысқаша мазмұнын жоспар түрінде, тақырып түрінде тақтаға жабыстырамын, соны сәйкестендіруіміз қажет. Есіңізге түсіріп, ойланып отырыңдар. Дәптерлерді ашып, мына сызбаны сызып ала қойыңдар. Енді балалар, ең бірінші оқиға қалай басталады? Көксерек оқиғасы, көксерек әңгімесі немен басталады? Бірінші композиция. Бұл күнде жауап
несіне басталады? Басталу керек. Отыра бер, жарайды, мен мына жерден жабыстыра берейін. Бірінші басталуы сендер дәптеріңе ашып жаза қойыңдар. Бірінші шығарманың басталуы немен басталады? Көксерек әңгімесі ауылға келуі. Бірінші немен басталады? Қасқырлар мекені, яғни біз көксеректің, яғни қасқырлардың мекенін суреттеуден басталған болатын әңгіме. Екінші шығарма одан ары қарай не істейді? Байланысады, дұрыс айтасың. Байланысуы. Қалай байланысқан еді шығарма? Көксеректі не істейді? Ауылға әкеледі, дұрыс айтасыңдар. Дәптерге жазып отырсыңдар ма? Иә. Одан кейін шығарма не істейді ары қарай? Дамуы. Қалай дамиды? Не болады? Көксерек не істейді? Ауылға әкеледі, ауылдың иті болып, ауылға не істейді? Ерікті ауылдан кетіп қалады. Ары қарай қалай шиеленседі? Қандай оқиғалар болады? Құрмаш пен көксерек соңғы кездесу. Солай ма? Не болады? Ана бір жерде ұмытып кеттіңдер ғой. Не болады? Түйеге қатысты. Түйенің үстіндегі адам көксерек не істейтін еді? Жаралайды, яғни мылтықпен ататын еді. Осы жерде көксерек не істейді? Жараланады, сосын басқа бөрілерден не істейді? Ал енді шығарманың шарықтау шегі ең қызықты әрі ең ойландыратын тұсы қай жер еді? Соңғы кездесу қалай болады? Не болады? Яғни оның қазасы болады. Ал ең соңында шығарманың шешімі немен аяқталды? Дәптерге ашып тезірек жазып алыңдар. Бәріміз үлгеріп отыр екенбіз. Енді біздің көз алдымызда шығарманың қысқаша мазмұны тұр, иә? Енді 3 топқа тапсырма. Бірінші топ аққасқа. Аққасқа деген не? Ит. Қай ит? Аңшының иті. Қасқырмен шайқасатын. Аққасқа қандай ит, оны сипаттаймыз, дәлелдер келтіреміз. Топпен айналамыз, талқылаймыз. Екінші топ сіздерге көксерек қандай, оның мінезі қандай, қасиеттері қандай, шығарма бойынша дәлелдер келтіруге айналамыз. Үшінші топ, осы аққасқа мен көксеректің айырмашылығы неде және ұқсастығы неде? Шығарма бойынша дәлелдер келтіру үшін айналамыз. Түсінікті ме? 2 минут уақыт. Бірінші біздің кейіпкеріміз аққасқа. Сипаттай. Аққасқаның бояу бәрі кіші емес. Оның аяғының жуандығы, жуан. Аққасқаның аяғының жуандығы соңдығы да содан кем емес. Иә, жақсы. Түсі тазылардың түсіне ұқсамайды. Яғни қандай түсі? Қасқырға ұқсас, яғни түсі сұр дейді. Сосын үнемі көзіне от шашып, ашумен ерлікте ойнады. көздерінің түсі қып-қызыл. Жақсы. Сонымен аққасқа қандай ит толық орындайтын болса? Батыл ит, мықты ит, яғни қасқыр не істейтін? Алатын. Жақсы отыра алыңдар, жарайсыздар. Мына топты қалай бағалаймыз? Өте жақсы айтты, орташа, төмен. Бас бармақ
бірінші топта. Өте жақсы айтты ма бәрін? Жақсы, жарайсыңдар. Екінші топ. Қасқыр. Қасқыр, көксерек. Көксеректің барлық жүні қара көк болатын. Аяғы бойы да өксеректе болатын. Омыртқа қара көк, омыртқасы бәрі де құйрығы бәрі жүзі қара болатын. Жақсы, тез өсті, иә. Арқан болып түсінер. Шыдамды. Оны қайдан білдік біз шыдамды екенін? Ауылда жүрген кезде иттерді тәжірибе кезде дауысын шығармайды. Дауысын шығармайды. Яғни қым сөйлейді дейді, иә. Басқа оқушы тарқан. Және көксерек қандай? Берекет қандай? Батыл. Оны қайдан білеміз? Қайдан білеміз? Қасқыр болғасын батыл болады ғой. Дұрыс айтасың сосын. қасқыр өте жылдам, себебі ол үйірімен бірге жүрген кезде бір кісі келіп жатқанда ол өте жылдам болып бірден қашып кетеді. Екінші рет оқтап атуына мүмкіндік бермей қашып кетеді, иә. Басқа қасқырлар басқа жаққа дұрыс айтасың. Берекет не айтасың? Көксерек қандай? Жыртқыш жақсы. Тағы кішкентай қандай кезінде келді ауылға? Қандай құрттай? Бауыры көзін ашпаған. Ауылға келесін неше күннен кейін көзін ашты? 2 күннен кейін көзін ашты. Тағы қосадарың бар ма? Жақсы, жарайсыңдар, отыра ғой. Екінші топты бағалайды. Өте жақсы, орташа, төмен. Қалай бағалаймыз? Орташа деп есептейді. Сымбат? Өте жақсы деп есептейді. Жақсы. Үшінші топ. Аққасқаның көксеректен айырмашылығы өте үлкен. Өйткені аққасқа қолға үйретілген жануар. Аққасқа қолға үйретілген, өйткені ол не? Балы көксерекші. Жыртқыш. Ол не істемейді? Итпен қорек қолға үйретілмейді. Қолға үйретілмейді. Сосын қасқыр мен көксеректің ұқсастығы түстері бірдей, және де екеуі де дұрыс, иә. Әсет. Ержан. Аққасқа шыдамды жарайды. Екеуі де шыдамды. Ержан не айтамыз? Нұрдана. Екеуі де сүт қоректі. Екеуі де сүт. Бірақ қасқыр не? Дұрыс, екеуі де сүт қоректі, бірақ көксерек жыртқыш соңғыдан неме қоректенеді? Етпен қоректенеді. Жақсы. Нұрдана. Тағы не болады? Екеуін салыстырып көрейікші. Екеуінің денесі бірдей дедік, иә. Мінез жағынан ұқсастық бар ма? Қандай ұқсастық бар? Дұрыс айтасың. Екеуі де шыдамды. Екеуі де не істемеді шайқаста? Ерінмеді, иә. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Үшінші топты бағалайық. Өте жақсы, орташа, жоғары қолдарын көрсетті, балалар көрінбей тұр. Өте жақсы деп есептейді. Мында жартылай өте жақсы, орташа, жақсы, жарайды. Барлығыңа түсінікті болды. Енді балалар былай істейікші. Мына оқиғада, осы әңгімеде қандай қайғылы жағдай болып тұр? Құрмаштың өлімі, енді құрмаштың өліміне кімді кінәлі деп есептейсіздер? Проблемалық сұрақ. Өзі құрмаштың өзі кінәлі, аңшы кінәлі, сосын қасқыр көксерек кінәлі. Олай болса былай осы құрмаштың өліміне көксеректі кінәлі деп сендер соны дәлелдеулерің керек. Түсіндер ме? Көксеректің қандай кінәсі бар соны дәлелдейсіңдер. Сендер құрмаштың өзінің, неге құрмаштың өзінің өліміне өзі кінәлі соны дәлелдейсіңдер, ауызша талқыланып. Сендер аңшының кінәсін анықтайсыңдар. Түсіндер ме? Дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Айтуға бола ма? Ал, қазір. Көксерек кінәлі дейді. Құрмаштың өліміне көксерек кінәлі. Неге? Балалар сәл тыныш. Әсет жауап бере қояйын. Кішкентай кезде үйіне алып келген кезде өзі бағып өскеннен кейін жабай аңғайлап үйіне қашып Бұл жерде яғни не істеу керек деп ойлайсың? Көксерек өзінің асыраған иесін істемеу керек, сатпау керек еді. Бұл жерде көксерек кінәлі деп ойлайсың, иә, отыра ғой. Ал неге құрмаштың өзі кінәлі, өз өліміне өзі кінәлі? себебі қасқыр қанша басқанда орманға қарай ұлиды. Яғни ол жабайы аң екенін біліп тұрып не істемеу керек еді? Асырамау керек еді. Дұрыс. Тағы не айтамыз? тамақ беріп ит аяқ жасап оны бақпау керек. Далаға не емес өйткені?
ит емес, оны жақсы. Ал аңшы кінәлі, неге аңшылар кінәлі? аңшы жаңағы 7 қасқардың 7-еуіне атысты. 7-еуіне алып тастау ойлайсың, иә? Не үшін ауылға алып кетті ойлайсың, дұрыс айтасың. аңшы қасқырлардың ешқайсысын теспеу керек, олар білдіріп өз жөндерінде жатқан ауылға ешқандай жаман жасаған жоқ. Және күшіктерді теспей ештеңе істемеу керек. Жақсы. Күшіктерді теспеу керек, қақпау керек деп ойлайсыңдар, иә? Енді осыған өз пікірімізге қарсы қарама-қарсы пікір айтамыз. Көксеректі ақтайсың. Көксеректің ешқандай кінәсі жоқ. Неге? Аңшының кінәсі жоқ, құрмаштың кінәсі жоқ. Көксеректің кінәсі жоқ, құрмаштың ешқандай кінәсі жоқ. Кінәлі дейсің. Себебі көксерек ол жабайы, ешқандай адам менің ием екен деп тиіспей қарап тұрмайды. Қарнашы кез келген жағдайда жүгіруге дайын тұрады. Дұрыс айтасың. Яғни бұл жерде көксеректің ешқандай кінәсі жоқ, өйткені ол кінәні мойнына арқалайтын емес. Кім емес? Адам емес. Тіпті ең құрығанда ол ит секілді өзінің иесіне не істемейді? Бағынбайды, дұрыс айтасың, отыра ғой, дұрыс. Құрмаштың ешқандай кінәсі жоқ. Гаухар. Себебі құрмаш көксеректің жағай өтетін және де өзін шығып өсетіндер жоқ. Неге? Себебі ол кішкентай кезінен бастап өсіріп бақты. Неге ол білген жоқ? Себебі ол кішкентай дұрыс айтасың, отыра ғой. Өйткені ол кішкентай бала, ол білген жоқ, иә? Ол жай ғана қызығып не істегісі келді? Асырағысы келді, және оның несіне қызықты? Отыра ғой. Бұрын ешкім бақпағанына қызығып, соны асырап баққысы келді. Ал аңшылар бақтауға бола ма? Болады. Себебі ол осыны құттай кезінен бақсам, ол ит сияқты болып шығады деген оймен алып кетті. Солай ойлайсың ба? Отыра ғой. Солай ойлайсыңдар ма бәрі? Аңшы негізі басқа иттер оны көксеректі қасқырды талайды деп ойлаған жоқ, ауылда жақсы өседі деп ойлаған жоқ. Адамдар, ересек адамдар сөйтіп ойлай ма? Неге ойлайды? Аңшыларды ақтауға бола ма? Дұрыс айтасың, Дархан, дұрыс айтасың. Не үшін оларға жаңағыдай апанына барып, не үшін оларды атып кетті? Малына не істейді? Шабуыл жасайды. Сол үшін аңшылар қасқырларды не істемекші болды? Өлтірмекші болды. Ал олай болса, неге оның бүкіл өлтірмеді? Біреуін алып кетті, иә? Енді балалар, мысалы қорытындылай келе, жинақтай келе, құрмаштың өліміне кім кінәлі? Ауыл адамдар және аңшылар деп ойлайсыңдар. Аңшының кінәлі екен, қайтадан бәрі Себебі аңшы алып қалған кезде жоқ. Аңшы ауырмайды ғой. Қашан ауырады? Екеуіңді өлтірген жоқ. Сосын тағы олар ересек адамдар, аңшылар, ол қасқырдың қолға үйретілмейтінін біле ма, білмей ма? Біледі. Оны не істеу керек еді? Бақылау керек еді. Балалар, ойланып қараңдаршы, оқиғаның басынан бастап неге көксерек сонша қатыгез болып кетті? Неге баланы өлтірді, кінәсіз баланы? Оқиғаның басынан бастап ойланыңызшы. Қасқырлар екені, қасқырлар мынадай болып өз мекенінде өмір сүріп жатты. Адамдар келіп не істеді? құрмаштың өліміне көксерек кінәлі деп ойлаймын. Өйткені Оны біз талқыладық, отыра ғой. Китке адамдар не істеді ең бірінші? Яғни қасқырларға не жасады ең бірінші? Яғни оларды өлтірді. Ал не істеуі мүмкін осыған? Кек алуы мүмкін, иә? Ауылға әкелді, өзінің табиғат ортасынан ажыратты ма? Өзінің табиғи қалпынан айырды ма? Ол негізі қасқыр қандай еді? Оны апарып қайда апарып қойды? Апарып қойды. Не істейін деп ойлады? Ал көксерек болса не істеді? Қайда кетті? Үйірін табу үшін. Дұрыс айтасыз, тақырыбымызға келіп тұр. Үйірін табу үшін. Апай, шынымен аңшылар кінәлі деп олар табиғат заңын бұзды. Дұрыс айтасың, табиғат заңын бұзды. Ал көксерек тағы да не істеді? Жараланды. Ол жараланғанда не істейді? Қашады. Кектенеді. Содан кейін
құрмашты ал адамдар ең соңында не істеді көксерекке? Жазалады. Осы жерде жазаға лайықты кім негізі? Аңшылар Яғни табиғат не істеп тұр? Табиғат заңы. Олай болса, балалар, қазір сендерге кішкентай сергіту сәті мақал-мәтелдерді, осы қасқырға қатысты мақал-мәтелдерді сендерге смайлик арқылы жасырамыз, соны табулары керек. Қасқырдың алты жеселеған жемеселеған. Неге? Қасқыр Дұрыс айтасың. Қасқыр не? Жыртқышан, жабайы. Неге? Сол жақ даланың жануары, иә? Ол өзінің еркіндікті сүйетін жануар. Логика бар. Балалар, мен дейді, ал қандай қасқыр білмейтін болса, қандай, иә? Иттің иесі бар дейді. Бөрінің тәңірісі бар дейді. Тәңір дегеніміз не? Біз көк түріктер неден жаралғанбыз деп есептейміз? Неліктен? Сонда қасқырдай мінез. Қасқырдай мықты болайық, мінезді болайық, сондай мықты жауынгер болайық дейді. Мына Отпан тауда не бар? Қасқырдың үстіне бар, иә? Ит еще Дейді балалар, ауылдың иті ала болса да Қасқырдай бола алмайды. бөрі келгенде не істейді дейді? Бөрі келгенде бірігеді. Көрдіңдер ма? Балалар, енді былай істейміз. Дәптерлерімізді ашамыз. Дәптерлерді аша қойыңдар. Аштық па дәптерімізді? Дәптерlerді ашыңдар. Кейіпкерге хат. Дәптерімізді ашып, кейіпкерге хат жазайық. Кейіпкерге хат. Осы ма? Қайтадан жаздар. Ашқа жаз. Кейіпкерге хат. Қазір айтамын. Бірінші топ құрмашқа хат жазамыз. Құрмашқа не айту керек ол? Ол өлмей тұрған кезде не айтуға болады? Аңшыларға хат жазамыз. Аңшылар. Түсінді ма? Сендер құрмаштың әжесіне, ең соңында құрмаштың әжесі не істейді? Оқиғаның басында не істейді? Ең соңында жылады, ал басында не істеді? Рұқсат берді. Құрмашпен бірге көрсетіп оны істеді. Ал әжесіне хат жазамыз. 3 минут қысқаша жазайық. Хат орнымен сақтаңыз. Өлмей тұрған кезде не айтуға болады деп тұрған? Бірдеңе айтуға болады ма? Құрмаш сияқты балалар бар шығар өмірде. Қайдан білесің? Қасқырға қыздардың балалары бар шығар. Не айтуға болады оларға? Қой кезекте шығатын бала ма? Қой кезекте шығатын бала қасқырға қызына ма? Дұрыс. Ал тағы да не істеу керек еді ол аңшыларға? Смарт болдың ба? Сәлем құрмашты, көксеректі асырамам керек еді. Ауыл ақсақалдарын тыңдап, оның жөніне жіберу керек еді. Бірақ мұнда сен кінәң жоқ. Сен көксеректі асырамасаң да ол кейін алар еді. Себебі оның бауырларын жанында өлтірді. Енді қасқыр секілді жыртқыштарға бала жанардан қызықпасын деп ойлаймын. Anu, neге көксеректі өлтірмедің? Онда сен осылай өлмес пе едің? Бірақ та құрмаш білмеді. Ол тағдырдың берген талабы. Сәлеметсіз бе аңшы?
Ашмаштан. Оларына қалдыңыз. Неге жеті бөлтіріктің бесеуін өлтіріп, біреуінің аяғын сындырып, біреуін неге ауылға алып келдіңіз? Құрмаш кішкентай болғасын әр нәрсеге қызығады. Бір ғана қатеттің бәрі себепкер болдыңыз. Сізге осы орынды қалап болуы. Өте жақсы. Тағы кім болған? Дархан бүгін бе? Жегет бүгін бе? Өте жақсы ойлар шығып жатыр, иә? Құрмаш қалайсың? Сен көксеректі бақпағын серегеді. Сен ана бақпағында сені өлтірмейтін еді. Асқарда қанша бассаң да ит бола алмайды. Сәлеметсіздер ме аңшылар? Мен мәтінді оқығанда сіздерге ашуландым. Сіздер неге қасқырға тиістіңіздер? Сіздер жөнімен жүргенде қасқыр бар, Құрмашқа аман болар еді. Бұл табиғаттың заңын бұзушылық деп саналады. Сіздер енді бой қайталаңыздар. Жамбылап күшті ақыл айтты. Және бір аңшыға емес, бірнеше бүкіл аңшыға тіл қатыпты. Нұрат бүгін бе? Аңшылар, сіздерден сұрағым қасқырларды ешқашан ауылынан жолатпауларыңызды сұраймын. Себебі қасқыр оңай ұсталмайтын жануар. Кез келген уақытта адамға немесе малға шабуы мүмкін. Сондықтан мен осылай айтып жатырмын. Дұрыс айтасың, себебін өте жақсы түсінікті. Берекет. Аңшылар, сендер оларды басында өлтірмеулерің керек еді. Себебі олар жыртқыштар. Олар бәрін тілге алады. Қасқыр ол жабайы, оны алуға жолатпау керек еді. Оны Құрмашқа асыратпау керек. Себебі Құрмаш бала ол қасқыр туралы білмейді. Дұрыс айтасың. Шындықты дұрыс айтасың. Асылан оқуы. Құрметті аңшы, мен осы мәтінді оқығаннан кейін өтте бара жатыр. Сіз неге қасқырларды өлтірдіңіз? Олар жөнімен жүрген жануар еді. Дұрыс айтасың. Басында шынымен не ол ескі апан ес, ол жерде бұрыннан басқа бар еді. Дұрыс айтасың. Нұрдана. Сәлеметсіздер Құрмаштың әжесі. Менің сізге айтарым, егер де сіз Құрмашқа көксеректі асырап алуына қарсы болғаныңызда бұндай жағдай болмайтындай еді. Бұл жағдайда сіздің де қателігіңіз бар. Сау болыңыз. Дұрыс айтасың. Әжесі немересін еркелеткенде де естеу керек еді. Дұрыс айтасың. Нұрдана отыра ғой. Ақыл айту керек еді. Әжесіне жазу кішкене ұзақ болып жатқан сияқты, иә? Дархан оқы. Аңшыларға жалғыз Дархан оқыған. Бола берсін оқы. Сендер неге тыныш жатқан қасқырларға шабуыл жасадыңдар? Қасқыр біздің малға шабуыл жасайды. Сондықтан оларға шабуыл жасап оларды жойғымыз келді. Сендер қасқырлар адамға бағалмайтынын білсеңдер де Құрмашқа қасқырды асар. Дұрыс айтасың. Басы неге ұқсап кеткен Дарханыкінің? Жалға ұқсап кеткен. Нұрай оқы ғой. Құрмаш, сен қасқырды асырамауың керек еді. Ол қасқырлығын жасайды. Ол сен қанша бақсаң да сені өлтірді ғой, бірақ сенің кінәң жоқ. Оны саған тек әкетіп тастады. Сен оны бақтың, бірақ ол кегін сақтады ма? Кегін білді ма? Сенен соны алды. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Қазір мына жерде азғантай оқушыға төл күнделіктерді аша қойып, үй тапсырмасын жазамыз. Үйге табиғаттың тағы перзенті деген тақырыпта эссе жазды. Табиғаттың тағы перзенті. Бұл кім? Табиғаттың тағы перзенті деп отырғанымыз адам. Дұрыс айтасың, қасқыр көксерек. Тағы деген не деген? Тағы деген? Иә. Біздің аңға қолға үйретілмейді деген. Күнелткен жазыңдар ма? Табиғаттың тағы перзенті. Эссе ма? Эссе. Яғни бүгінгі тақырып бойынша не фильмдер, не қорытындыларда соны үйден эссе қылып жазасыздар. Ал қазір бір ауыз сөзбен бүгінгі сабақтың қорытындысын түйін шығарайықшы. Осы тақырыптан, осы әңгімеден Мұхтар әуезов бізге нені айтқысы келді? Кім айтады? Ержан айтады. Қасқыр ит болмайды. Дұрыс айтасың.
кейіпкерлер тақырып ашылған болса, тақырыпты толық түсінген болсаңдар, алақандар жымыңдар, жұдырықтай. Ал егер мен қиналамын, түсінбеймін деген болса, тек қана 2 саусақтарын жұмып, 3 саусақтарын көрсетіңдер. Ал мен жалпы түсіндім, бірақ енді бірақ қатты түсінбедім дегендер алақандарын ашып көрсете алмайды. Бірінші алақанды көтеріп, қолдарын көтеріп көрсете алмайды. Қолдарын көтеріп. Үстеме. Бірінші топта барлығы түсіндік дейді. Жақсы. Түгел түсіндік, иә. Үстеме қандай қорытынды шығардың осы сабақтан? Қандай түйіндей? Қасқыр бақпау керек. Үстеме жақсы түсінген шығар. Өйткені жылқы бағады, мал бағады, жылқы. Бәйгеге қатысып жүргеннен кейін жақын тақырып болды өзіне. Ал сендер де қолдарын көрсете қойып, барлығы түсіндіңдер ма? Жақсы. Үшінші топ. Барлығына түсінікті қабылдап, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Маған күшті